Сәлем жақсыларым, олар Ризаэль каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздер 2 жастағы балаға арналған әртүрлі тапсырмалар мен ойындарды Ризаэльдің орындауында көретін боласыздар. Бұл тапсырманы жасау үшін ақ қағаз, балмұздақ таяқшалары және түрлі түсті қарындаштарды пайдаландым. Бала 2 түрлі түсті сәйкесін табатын болады. Бұл ойын баланың зейінінің тұрақтылығын дамытады. Көк. Екі қолмен салың. Келесі тапсырма түстерді сұрыптау. Яғни түстерді ажыратып үйренеді және қолының ұсақ моторикасын жетілуіне көмектеседі. Оларды мынандай жасаймыз, қара. Былай жаса. Бұл жаттығулар баланың қолдарының ұсақ бұлшық еттерін жетілдіруге арналған. Жаттығуларды орындау барысында баланың жазу дағдылары қалыптасады, есте сақтау қабілеті дамиды. Және ойын барысында балалардың көру түйсігі қалыптасады, саусақтарының қимылы бір қалыптан екінші қалыпқа ауысуы дұрысталады. Мама, топ! Мама, топ! Жаса. Мыш. No? No? Yeah. No? Қыс. Қыс. Qua. Ой, молодец. Ана. Қыс. Геоборд ойыны, яғни кеңістіктік және ассоциативті ойлауды дамытады. Алдымен балаға резеңке таспаларды түйреуіштерге тартып ілуді және алып тастауды үйретеміз. Содан кейін үлгілердің қарапайым мысалдарын көрсетуге болады.
әртүрлі көлемдегі шашқа тағатын резеңкелерді бала аяғына киіп, шешіп көру арқылы нәскилерді өзі кию дағдысын қалыптастырады. Молодец.